Сіз үшін мықты әйел деген қандай ұғым білдіреді? Қоғамдағы әйелдің әсіресе мына жаңа конституцияның негізін қалауына қосып жатқан үлестері орасан зор деп айтасам, ол қате болмайды деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтқандай, сол комсомол ұйымындағы кезең толығырақ айтсаңыз, есіңізде ме? Сарбаздардан сұрайын, олар тілектер қалай болады, сол тілде сөйлейді. Сосын сөйтіп айтып едім, барлық жауынгерлер бір адамдай өз тілімізде сөйлеңіз, сауалыңызды қоя беріңіз деген кезде жүрегім действительно еткені енді заманның өзгергені болып тұрған. Әйел адамның көшбасшылық қасиеті қалай қалыптасады? Жастарға өздері түсінсе, біз оларға түсінісу үшін жағдайларын жасап, соларға қателіктері болса кешіре біліп, бірақ сол қателіктерін жібермеуге біз қоғамды дайындап, оларға әрқашанда ақыл айтуымыз керек. Бұл уақытта міне жалпы біздің Семей қаласы қалай еді қазіргімен салыстырған кезде? Эфир соңында Алмагүл Хасенқызы сізді де мерекемен құттықтап, және 70 жыл жасыңызбен құттықтай отырып, өзіміздің студиямыздың ұжымның атынан Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында сіздермен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Адал азамат ел мен жердің мүддесін, жеке басының пайдасынан жоғары қоятын, сөзі мен ісі бір жерден шығатын, адал еңбегімен қоғамға үлгі болатын тұлға. Осындай азаматтарды дәріптеу біздің басты мақсатымыз. Сіздермен мен Жадыра Серікбекқызы. Бүгінгі Адал азамат подкастының қонағы мемлекеттік қызмет саласында 40 жылдан аса табанды еңбек еткен, қоғамдық саяси өмірге белсене араласып, өңірдің дамуына үлес қосқан, сондай-ақ Абай облысының ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Жұмағұлова Алмагүл Хасенқызы. Алмагүл Хасенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Ең алдымен өзіңізді келіп жеткен халықаралық 8 наурыз әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы алғашқы сұрағымды, сіз үшін мықты әйел деген қандай ұғым білдіреді? Осы сұрақтан бастасам. Өте жақсы сұрақ. Ең бастысы әйел адамның отбасындағы тұрақтылығын сақтау, ол отбасының білімді болуы, берекелі өмір сүруі, тәрбиелі болуы, одан кейін өздерінің алған, үйде алған, және де оқу орындарында алған білімдерін, тәрбиені ертең өскенде қоғамға көрсете білу, қоғамның ішіндегі өзінің алған тәлім тәрбиесін дәріптей білу, ол енді ең адамның, әсіресе әйел адамның отбасылық құндылықтарын сақтай білу, соны қоғамға қазіргі мен ендігер жұмыс істеп отырсам ардагерлерімнің арасына, содан кейін әсіресе жас ұрпаққа бойына сіңіруге үлес қосу деген ол әйел азаматтың ең құндылықтары осы деп ойлаймын. Биылғы жылы 70 жас мерейтойыңызбен де құттықтаймыз. Еңбек жолыңызды жалпы қарапайым жұмысшыдан бастаған екенсіз, 40 жылдан аса енді мемлекеттік қызметте жұмыс істеу деген бұл өте бір үлкен міндет деп білемін. Осы тұрғыда әйел адамның көшбасшылық қасиеті қалай қалыптасады? Расында да үлкен жақсы сұрақ деп ойлаймын. Мен енді рас бұл еңбек жолын жұмысшы болып бастадым, өйткені мектеп бітірген жылы өзімнің үлкен ағайым туған. Мына полигонның қасіретінен 28 жасына келгенде кенеттен қатты ауырып қалды да, сол бір айдың ішінде о дүниелік болды. Сондықтан үйдің алдымызда да ағамның балалары қалды, одан кейін өзімнің бауырларым қалғандықтан әке шешем, үлкен ағайым мен апайым барлығы осы ағамыздың қасіретінің арқасында соның маңайында болғандықтан мен сол жолы жоғары оқу орнына баруға август айында қарқас қайтыс болды, егізден басталып кеткен. Сондықтан енді әбден есімді жинағаннан кейін ауылдағы құрылыс бөліміне барып сол строитель болып жұмыс істедім. Енді өйткені жұмыс істеу керек болды ғой, мен бір жыл отырып қалмау үшін. Содан кейін ары қарай Семей мемлекеттік зооветеринарына
зоотехникалық институтына түсіп, соны қызыл дипломмен 5 жылдан кейін бітіріп шықтым да, өзіміздің ауылға зоотехник селекционер мамандығымен сол жұмысқа кірістім. Енді ол өзі біздің тұрған совхозымызда қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығы және ірі қара мал шаруашылығы дамып келе жатқан үлкен совхоз болатын ол кезде. Сонда енді селекционерлік жұмыс деген ол оның үстіне Еділбай породасы қой өсіретін, ол не жағынан ең сол кездегі оны әрі қарай дамытып өсіріп өну үшін оның селекциялық жұмыстарын жүргізу керек болды. Сол кезде менен жас мамандық болғандықтан сол совхозға селекциялық именно сол Еділбай қойының өсіруін біздің хозяйствода солай жалғастырдық. Сонда енді ол біліммен тәжірибелік жұмысты бірге ұйымдастыру керек болды. Сол жұмысты мен атқарып, жұмысты сол жас маман ретінде бастадым өзіміздің совхозда. Өте тамаша. Жалпы бұл енді көшбасшылық деген әрбір адамның бойынан табыла білмейтін қасиет қой. Жалпы мына алғашқы басшылық қызметіңіз, жаңа өзіңіз айтқандай, сол комсомол ұйымындағы кезең толығырақ айтсаңыз, есіңізде ме? Комсомолка дейміз ғой қазір біз. Қыз келіншектерге жалпы мына мемлекеттік қызметте табысты болу үшін қандай өмірлік қағидаттарды ұстануға кеңес берер едіңіз? Әрине, мен енді сол жаңа айттым ғой, оқып бітіргеннен кейін, 1 жыл жұмыс істегеннен кейін мені Павлодар облысы Лебяжі аудандық комсомолдар ұйымының төрайымы ретіп конференцияда сайлады. Енді сондықтан мен сол жаққа қоныс аударуыма тура келді. Ол кезде де ол енді Лебяжі ауданы осы Павлодар облысының үлкен аудан, шаруашылығы дамыған барлық жағынан. Сонда комсомол, ол кезде комсомол жастар бригадалары Семей облысында басталған үрдіс. Сол бүкіл Қазақстанның, оның ішінде міне Павлодар облысының сол Лебяжі ауданында да шопандардың комсомол жастар бригадалары құрылған кез болатын. Әрине сол кезде сол Лебяжі ауданына келгенде біздің ең басты партия ұйымының, жергілікті атқару ұйымдарының барлығының назарында сол жастарды осындай жұмысқа баулу болды. Сол кезде сол жұмысты мен де бастап кеттім. Енді комсомол ұйымының жетекшісі болғандықтан ол ең бірінші біздің назарымызда болды. Сондықтан енді сол кездегі енді комсомол жастарына партиялық тарапынан атқарушы комитеттің кереметтей көзқарастары өте дұрыс болатын. Ол енді қандай салада болса да барлық саланың ішіндегі комсомолдар бар, олардың жастар ұйымдары бар, солардың жұмыстарын ұйымдастыру, әсіресе осы ауыл шаруашылығына ашылған осы бригадаларды әрі қарай өркендеткізіп, соларды тәжірибелерін басқа облыстарға да, басқа аудандарға да тарату болып міндетіміз болатын. Сол кезде енді әрине комсомолдың енді барлық салада деп айттым ғой және, сондықтан тек қана сол емес, оның патриоттық тәрбиесі, оқушыларды тәрбиелеу, елін сүю, ұлттық құндылықтарды сүю, қазіргі болып жатқан нәрселер сол кезде басталған болатын. Ол енді білетін, түсінетін адам болса, енді ол кезде біраз басымдылық жағы енді басқадай бақытта болса, бірақ өзіміздің тұрғылықты елдің ойындағы нәрсе ол сол өзіміздің әдет ғұрпымызды, олардың ішіндегі білімді жастардың өсуін, олардың білімді мамандар болуына біз сол кезде сондай үрдістермен жұмыс жасаған болатынбыз. Жаңа Павлодар қаласынан Семей қаласына қоныс аудардым деп тұрсыз ғой, сол уақытта міне жалпы біздің Семей қаласы қалай еді қазіргімен салыстырған кезде? Енді Семей облысы ол жеңіл өнеркәсіптің дамыған үлкен осы союз бойынша үлкен бір өңір болатын. Өйткені ең бірінші мынау кәсіпорындар өте жақсы жұмыс жасап тұрған, мынау тері илейтін комбинаты, ет мясокомбинат, одан кейін жеңіл өнеркәсіптің большевичка деген трикотажная фабрика, аяқ киім фабрикасы, ол осы үлкен кәсіпорындардың барлығы
кереметтей жұмыс жасап бүкіл союзға өздерінің өнімдерін жіберетін. Сонымен бірге осы өнеркәсіптермен бірге жаңағы мал шаруашылығы Семей өңірі ол малдың барлық түрі өсіп өніп келе жатқан, әсіресе осы бүкіл одаққа комсомол жастар бригадасының құрылуымен, одан кейін құрылыс жастар бригадасы, құрылыс саласында да жастар бригадасы осы Семей облысында ең бірінші болып союз бойынша солар қалыптаса бастады, жұмыс жасай бастады. Ол тек қана жасап неткен жоқ, бүкіл союзға олардың жұмыстарын тәжірибе ретінде біз насихаттаған болатынбыз. Сол келген кезде мен сол комсомол жастар, студент жастар бөлімінің меңгерушісі болып жұмысқа тағайындалдым. Өйткені сол Семей қаласына қоныс аудару керек болды. Семей жағдайына байланысты. Сол кездегі, енді ол кезде Семей жастар қаласы деп аталатын. Өйткені Семейде медициналық институт, педагогикалық институт, мынау за ветеринарлық ауыл шаруашылығының мамандарын дайындайтын, содан кейін технологический институттың өзі филиалы болатын. Ол кезде ол тек қана сырттан оқитын филиалы болса, кейіннен ол кісілерді өздері үлкен оқу орнына айналып жақсы дамый бастады. Сондықтан Семей өңірі, Семей облысы ауыл шаруашылығы жағынан да жаңа жеңіл өнеркәсіптің дамуында да, одан кейін мамандарды дайындауда осы бүкіл союз бойынша ол ең бір жақсы дамыған, мамандарды жақсы дайындайтын өңір болатын. Қазір қалай? Енді қазір әрине 25 жыл біздің облыстық статусымызды алып қойғаннан кейін ол өзінің ізін қалдырды. Ең бірінші кәсіпорындар тарай бастады. Оның ішіндегі өмір бойы жиналған барлық кәсіпорындардың дүние мүлкі талан-таражға салынды. Одан кейін үлкен сол кәсіпорындар тоқтатылуына мәжбүр болды. Әсіресе енді Семей облысының өңірлерінде бәрібір жұмыс бабымен барып жүрдік, сонда өрістерінде өріп жайылып жүрген малдың жоқ болып кеткеніне керемет көңіліміз налитын сол кезде. Жайлау бар, мал жоқ. Оның барлығы жеке меншіктерге берілді де, енді сақтай алғандары сақтап, соны ұстап қалды. Әлгінге дейін міне қазір біз әжептәуір білеміз, қаншама мына Абай ауданының өңірінде, Ақсуат өңірінде, қырдағы аудандарда Құдайға шүкір сол мал шаруашылығын дамуы, одан кейін мына Көкпекті, Жарма аудандарында Ақбас сиырдың дамуы, олардың жаңа технологиямен өсіріп сол ұйымды шаруашылықта қолға алуы, ол енді сол кездегі білікті мамандардың жақсы істі әрғай жалғастыруларына қиын заман болса да, ол үлкен мамандардың барлық ретінде дәлел болып шықты. Жалпы сол Семей қаласына көшіп келген жылдарыңызда сіз мәслихат депутаты ретінде халық сенімін ақтау жолында қандай бастамаларды нақты назарға алдыңыз сол уақытта? Иә, сол кезде әйелдер, қалалық әйелдер қауымдастығы болатын. Сол қалалық әйелдер қауымдастығының ұсынысы бойынша мен сол қалалық мәслихаттың депутаттығына өзім кандидатымды тіркедім. Ол ең бірінші мына Семей республиканың тәуелсіздігі алғаннан кейін Семей қаласының әрине облыстық статустан ол кезде біз уже айырылдық, бірақ қалалық мәслихаттың ең бірінші құрылған мәслихаттардың сайлауы басталған болатын. 1994 жылдан 99-ға дейін, сосын 99-2000 жылға дейін 2 дүркін депутаттыққа сайландым. Сондағы ең басты менің бастамамыз ол кезде енді өздеріңіз білесіздер, қаншама оқу орындар деп айттық қой, мынау орта мектеп, бастауыш мектептердің де сол жағдайға байланысты көп мектептер жабыла бастады. Оларды әлгі аз оқушылары барлар біріктіріп, сондай үлкен жұмыстар болды. Сондықтан өзіңіз басы қасында жүрдіңіз, сол жұмыста? Оны көрдік түгелін.
көрдік, және сол кездегі барлық енді мұғалімдер болсын, дәрігерлер болсын, кәсіпорында істеген адамдар, барлық енді жұмыссыз қалған адамдар сол мәселені көтеруін, өйткені жұмыссыздық ол бірінші, одан кейін жұмыссыз болмағаннан кейін кәсіпорындар тоқтағаннан кейін салық түсу мәселесі ол үлкен мәселе болды. Салық түспесе жалақыны беруде қиын жағдай болды. Сондықтан сол бірінші сайланған депутаттық корпустың мықты азаматтары сайланды. Оның ішінде мына жоғары оқу орындарының ректорлары Абсалямов ағамыз марқұм болып кетті қазір. Соның Раисов ағамыз, ол кісі енді қазір Алматы жақта тұрады, ол кісі Мединституты басқарса, Нәдірбек аға ол технологический институт басқарым болатын. Содан кейін ветеринарлық институт, пединституттың недер түгел сол кезде. Әрине сол кезде енді ең бірінші жұмыссыздыққа көңіл бөлу керек болды. Одан кейін жастардың енді білімді алғаннан кейін жас мамандарды орналастыру, одан кейін әсіресе сол кезде полигонның тоқтаған, полигонның әлі жүріп жатқан кезі ғой, сол полигонның тоқтауына мына үкіметтік емес ұйымдардың құрыла бастауы, солардың берген бізге деген енді тапсырмасы деп айтсақ та болады. Сол тапсырманы орындау үшін біз сол әр округтан депутат болып сайландық. Сонда мен ең бірінші айтайын дегенім, сол кезде менің округыма мына ол кезде енді Курчатов қаласында барлық әскери бөлімдер болды ғой. Сонда ең бірінші сол округта екі частьқа мен сол әскери біздің өзімізге әскер міндетін атқаруға келген жастармен кездесуге барған нем есімде қалды. Өйткені барғанда сол барлық тек қана Абай Семей облысы емес, барлық республиканың барлық әсіресе оңтүстік өңірлеріне келген біздің өзіміздің жас сарбаздарымыз келді ғой. Сонда мен сол кісілермен кездесіп өзімнің бағдарламамды айтайын десем, ана жерде тұрған енді орыс ұлтының өкілдері, ылғи енді офицерлер, жоқ, сіз қазақ тілінде сөйлемейсіз, орыс тілінде сөйлейсіз деп айтты. Мен айттым, кешіріңіз, мен мына келген сарбаздардан сұрайын, олардың тілектері қалай болады, сол тілде сөйлейді. Сосын сөйтіп айтып едім, барлық жауынгерлер бір адамдай өз тілімізде сөйлеңіз, сауалыңыз қоя беріңіз деген кезде жүрегім действительно еткені енді заманның өзгергені болып тұрған. Сондай бір есімде қаларлық нем. Содан кейін енді әйтеуір депутаттыққа өтіп, сол мынау Комсомол поселогынан анау Степной деген кенттердің сол жақта округта болатын. Сонда бастауыш мектептерінің оқитын балаларды, енді олар соның сонда Степной, содан кейін ар жағында Бобровка дегендер ол қаланың шеті болатын. Бірақ сол ауылдық жерлерде мектеп болмай, сол салынып бітпей қалған үйлердің ішінен мектепке 1-ші класстан 4-ші классқа дейін бастауыш мектептің ашылуына, одан кейін автобустың қатынасы болған соларға кереметтей үлкен енді депутаттардың қосылуымен, депутаттардың бірлесіп жұмыстағанның арқасында осындай проблемаларды шешуге атсалысқан болатынбыз. Өте тамаша. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы өзіңіз ана ретінде балаларыңызға қандай құндылықтарды сіңіруге ерекше мән бересіз? Енді қызыңыз бар екенін білеміз. Қыз баланың тәрбиесі ол қыз баланың тәрбиесінде ең маңыздысы не деп ойлайсыз? Иә, мен енді жанұям жолдасым марқұм болып кеткеніне кейін қызымыз екеуміз қалдық. Енді ең бірінші отбасылық тәрбиені әрине балалы шағалы болғаннан кейін ең бірінші солардың өсіп өнуі, денсаулықтарының мықты болуы, ең бастысы білімді жақсы алып, тәрбиелі бала болып өсу. Енді қызым өзіммен бірге өсті, екеуміз ешқандай проблема болған жоқ. Қазақ мектебінен бастады. Ол енді мына 22-ші мектепте оқыды. Роза Рымаеваның алғашқы ұстазы болатын. Сол кісінің класына түсті. Кереметтей жақсы мұғалім сол есімізде. Енді менің қызым да жақсы оқуын бітіріп, содан кейін енді семья болғандықтан біз бірінші мына Симпосокта тұрдық, сосын орталыққа қарай ауыстырдық. Онда 16-шы қазақ мектебінде оқыды. Сөйтіп жүріп, оқуын жақсы бітіріп, мамандық алды. Одан кейін жақсы жұмысқа орналасты. Өзім жұмыста қалай мән берсем, қызымның тәрбиесіне солай мән бердім. Ешқашан жалғыз қалып, не болмаса бір нәрсесі жетпей қалғанда енді
былай айтсақ условиясы болмай қалды деп айта алмаймын. Сонымен міне қазір 2 баланың анасы, білімі жоғары, енді өзіміздің күйеу бала деп аталмаймын. 2 жастың қосылғаны керемет жақсы семья болып отыр. Өздері екеуі де мынау әскери азаматтар. Күйеу баламыз академия бітірген, осында военный округта істейді. Қызым тоже сол мамандығы есепші болғанмен, бірақ сол әскери часто қызметте. Жалпы жаңағы табысты қызмет жолымен аналық міндетті қатар алып жүру қиын емес дейсіз ғой? Қиын емес. Егер өзіңнің білімің болса, ортадағы қолдайтын еңбегіңнің жақсылығын көріп, соған әрі қарай жанталасып үйретем десең, оның үстіне баланың алған өзінің ұмтылысы болса, 2 береке бірлікте өскен бала шаға, оларға енді әсіресе өзіңнің қазақи тәрбиеңді беріп, соған мән беріп, қыз баланың ертең ана болатын, семья құратын, оны жасыратын түгі жоқ. Енді ол алған оқу орнында да, өзінің мамандығын алғанда да, оның барлығы соған жақсы әсер етті деп ойлаймын. Сондықтан қызыма мен өте қуанамын, сенемін, өзімнің тірегім, қуанышым, сырласым. Енді балаларда сол өсіп келе жатыр. Өте тамаша. Қазір міне елімізде әртүрлі саяси реформалар жүзеге асып жатыр. Осы орайда жаңа конституциялық реформа туралы, жалпы оның ішінде осы әйелдердің қоғамдық шешім қабылдау үдерісі жайында көзқарасыңыз қандай жалпы? Иә, биылғы конституцияның 80% жаңартылды. Ол енді жаңа конституция қабылданғанмен тең. Соның өзі әрбір әлгі өздерінің ұлттық коалиция құрылып, солардың енді күнде хабардан қарап отырамыз ғой. Сонда байқасаңыз, әйелдердің басымдылығы. Оның үстіне сол конституциялық комиссияның төрайымы ғып әйел адам жүргізіп отырды. Өзіңіз байқаған шығарсыз. Сонда енді басқа бағдарламалардан қарап отырамыз ғой. Сондағы мынау сұхбат алған, не болмаса жаңағы конституцияның әр бөлімдерін енді статьяларын талқылаған кезде осы әйел адамдардың керемет ақылдары, керемет сұрақтары, қойылған сұрақтарға жауаптары, мен айтар едім, әйелдердің қоғамдағы белсенділігі өте жоғары. Ол тек қана жоғары болып қалмай, өздерінің пікірлерін айтып, соның ішіндегі ең бастысы ол әйел азаматтардың мына қоғамға деген көзқарастары, семьяға деген ұлттық құндылықтарды әрі қарай дамытуға деген көзқарастары, өздерінің нақты берген жауаптарымен өздерінің қойған сұрақтары, сол сұрақтарға берген жауаптарынан байқадым. Сондықтан қоғамдағы әйелдің әсіресе мына жаңа конституцияның негізін қалауына қосып жатқан үлестері орасан зор деп айтасам, ол қате болмайды деп ойлаймын. Өзіңіз мына мемлекеттік қызметте 40 жылдан аса жұмыс істеп жүрсіз ғой. Жалпы еңбек жолыңызда ең күрделі шешім қабылдаған сәттеріңіз болды ма? Сондай тәжірибеңізбен бөлісіп қойсаңыз. Рахмет. Өте жалпы мен өзімде осы қызмет барысында басшылық тарапында жүрмін ғой. Жалпы талапшыл болу керек пе? Әрине. Енді мемлекеттік қызметке келгенде оның өзінің заңдары бар, оның қағидалары бар. Міндетті түрде сен осы қызметке келгеннен кейін оны орындау сенің міндетің. Ол ан жағы емес, мынандай емес деген бір сылтаулар табу деген болмайды. Сондықтан расында да мемлекеттік қызмет өте ауыр, өте жауапты. Ол сенің халықпен істеуің, сонымен халықпен, үкіметпен, мына жоғары мемлекеттік мекемелермен қарым-қатынасты сен халықпен сол арқылы халыққа үйретесің, халықтан сұрайсың, халықтан талап етесің. Ол үшін барлық заңдылықтарды білу мемлекеттік қызметкердің міндеті. Енді расында да әрбір салада болғандықтан бір қолайсыз сенің басқадай бір шешім қабылдау, не болмаса өзіңнің ұжымыңдағы мамандардан соны талап ету жағдайлар болады. Бір енді қазір былай атап айтпай қойын, бір осы жылжымайтын мүліктің міндетін атқарушы, меңгерушінің міндетін атқарушы
болып 6 айда қызмет атқардым. Соның ішінде өзім соның орынбасары болатын. Сол кезде бір жауапты мемлекеттік органдардан, ол біздің жаңағы ұжымнан емес, бір қателіктер кеткен екен, бір үлкен ғимаратты тіркеу кезінде. Соны ол кісілер өздерінің қателерін мойындағылары келмей, біздің қызметкерлерге жауапкершілік тартпақшы болып, біраз нелерге тек заңдың жүлде ғана, заңның статьяларына қарап қана сол нені дәлелдеу керек болды. Сол кезде біз ұжым болып, сол жаңағы органдарға дәлелдеп беріп, содан кейін өзіміздің ұжымның әсіресе мына мемлекеттік енді ол мемлекеттік тіркеу, бағалау, одан кейін салық түсуін түсіретін мекеме болды ғой енді сол кезде. Соған біз ұжым болып өзіміздің қағидамызды тұрғанымызды, менің оларға түсіндіре біреуім, олар мені түсіне біліп, сол бір направлениеде жұмыс істегеніміз сол есімде. Сондықтан айтайын дегенім, ол мемлекеттік қызмет, ол өте жауапты, білу керек, білімді болу керек, одан кейін ұжымдық жауапкершілікті түсіне білу керек. Қазіргі таңда мына біздің жастарымыз өте белсенді. Жалпы осы салада енді көп жыл қызмет еткен өзіңіз мемлекеттік іске келем деген жастарға қандай қасиеттер болу тиіс деп, қандай былайша айтқан кезде бағыт-бағдар бересіз? Талаптар. Иә. Қазір өзі арасында біз енді қазір зейнеткерлер болдық қой, енді ардагерлеріміз, ол біздің ардагерлердің ішіндегі бұрынғы қызметте істеген адамдар. Енді олардың керемет тәртіпке, содан кейін білімдіп, әлгі келген әр салада істегендері, олардың қызметтерінен көріп отырсаң арасында да біздің жастарды солай болу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастар білімді, өте сауап, жауапты, одан кейін алғыр заманның ағысына қарай ол кісілердің өздерінің білімге деген қабілеттілігі, одан кейін жан жақты болуға қабілеттіліктерін біз байқап отырмыз, оған өте қуанамыз. Ал енді мемлекеттік қызметке келгенде олардың ең бірінші білімді болуы, содан кейін жауапкершілікті түсіне білуі, содан кейін халықпен жұмысты өте сақ жасау керек. Өйткені бұрынғы буындар ол өздерінің сондай тәртіппен жұмыс істеген адамдар ғой, бірақ қазір ол кісілер жастардан да соны талап етеді. Сондықтан білімді, жауапкершілікті түсінетін, әрі қарай жауапкершілікке мойындай білетін тәртіпті қызметкерлер болса деп тілек айтар едім. Жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Және мына біздің адал азамат деп отырмыз ғой жобамыз. Адал азамат ұғымын өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен қалай айтар едіңіз? Адал азамат деген енді қазіргі заманда өзінің еңбегімен, білімділігімен, жауапкершілігімен, содан кейін ел үшін мына өзіміздің әдет ғұрпымызды өзі сақтай білу, одан кейін мына өсіп келе жатқан ұрпаққа соны сеніп тапсыру. Өйткені жастар, біз енді алдымыздағы ұрпақтардан үйрендік, ал енді біз сол өзіміздің тікелей міндетіміз қазіргі жастарға соны түсіндіре білу, содан кейін оны әрі қарай жалғастыру үшін олардың білікті, содан кейін қоғамға тезірек қалыптасып үйренісу, қоғамды түсіне білу, ал біз олардың қателіктерін кешіре біліп, бірақ дұрыс жолға салу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Адал азамат сол менің түсінігімде. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Енді өмірлік ұстанымым осы алған тәжірибемді ол енді сол бойымда кетеді, бірақ соны өзіміздің енді бала шағамыз бар ғой, немерелеріміз бар, соларға үйретіп кету. Солар тек қана жақсылыққа өзіміздің елімізде болып атқан қаншама міне қазір осы конституция бойынша енді қаншама заңдарды өзгертіліп жатыр. Өйткені бұрынғы конституцияда ол заңдардың әсіресе мына әлгі біраз енді нелерге барады ғой, енді мына әсіресе адвокаттар жағын. Адвокаттардың құқығын қорғау деген бұрын конституцияның тарабының ішінде болған жоқ болатын. Қазір соның барлығын осы жастарға өздері түсінсе, біз оларға түсінісу үшін жағдайларын жасап, соларға қателіктері болса кешіре біліп, бірақ сол қателіктерін жібермеуге біз қоғамды
дайындап оларға әрқашанда ақыл айтуымыз керек. Енді ол ақылды көбі түсіне де білу керек, бірақ түсіне алмайтын жарған кезде оны өздері оқып, соған жетуге тырысу керек. Жақсы, рахмет ойыңызға. Жалпына бүгінгі шығарылымыз 8 наурыз мерекесіне сай түсіріліп жатыр. Осы орайда бізді көріп отырған қыз келіншектерге қандай ақыл кеңес лебізіңізді білдіресіз? Ең бірінші міне келе жатқан халықаралық 8 март әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді әр әйел затына, қыздарға, апаларымызға, әжелерімізге ең бірінші зор денсаулық тілеймін. Отбасының берекесі, бірлігі біздің әйел азаматтар сол ұстамдарын әрі қарай жақсы үрдісте жалғастыра берсін. Енді ең бастысы біздің қыздар қылығымен тәтті болсын дейді. Ал ананың, әйел адамның, әйел затының ең басты міндеті ол отбасының береке бірлігін, оның ұлттық құндылықтарымызды әрі қарай дамытудың, соны жастарға үйрете білу, қыз келіншектермен өзінің үйіндегі әр ана өзінің үйіндегі қыз балаларымен, немере қыздарымен осындай тақырыпта әңгімелер құрып әрі қарай жалғастырсын деп ойлаймын. Енді қыздың қылығымен тәтті дейді. Енді әйбәт мақалдарымыз бар ғой біздің. Қыз өссе елдің көркі деген әдемі сөз бар. Сол біздің қыздарымыз, келіншектеріміз өсе берсін, еліміз көркейе берсін. Құрметті көрермен, бүгінгі подкастымызда көктемнің ең шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында өткізуіміздің өзі терең мағынаға ие. Біз адал азамат ұғымын елге қызмет етудің, еңбекке, жауапкершілікке және отбасылық құндылықтарға адал болудың маңызын сөз еттік. Алмагүл Хасенқызының өмір жолы мықты әйелдің, адал азаматтың нақты бейнесі. Эфир соңында Алмагүл Хасенқызы сізді де мерекемен құттықтап және 70 жыл жасыңызбен құттықтай отырып, өзіміздің студиямыздың ұжымның атынан аздауылсы күпте көріңіз. Рахмет. Сіздің жолыңызды бізге берсін. Сіз сияқты әдемі қартаюды нәсіп етсін дейді. Әлде жассыз, 70-те деп кім айтады? Рахмет. Барша әйел қауымын алдағы 8 наурыз мерекесімен құттықтай отырып, амандық, отбасы, бақыты мен елге қызмет етудегі табыс тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.